все меры принимают. Пусть таких этих на работу не принимают, которые у них нет сознания, этику, эстетику они не соблюдают. Разве можно нападать на человека? Я старая, Енді мне бабушка конституция скажет. құқықтары бар ғой азаматтардың. Они мне, гражданки пришли и начали на меня давить. На гражданке, у них не было ничего, ни удостоверения, ни имя, они не представились мне. Просто пришли, зашли в мою комнату, я сижу, мне стало мандражить, потому что я только инсулин получаю. Я получаю инсулин, я должна кушать. После инъекции я должна была кушать, они вот так, и меня стрясло, у меня был стресс, я не могла с ним разговаривать минуту, а потом до меня дошло, что он в обуви ко мне заходит домой. Я на него накричала, правда, сказала, куда ты в обуви лезешь? Кто будет убирать? Ты же видишь, я инвалидка, у меня ноги нету. И тот позвал его, и стали они на улице, у меня сын на улице спит летом, после работы они начали его постель швырять, искать, что они искали, я не знаю. Они мне не сказали, что они ищут. Вот так. Нақты ақпарат бермеді ғой сізге? Жоқ, ештеңке айтқан жоқ. Ештеңке. Енді бұл бейнетаспаның бәріне тиісті мекемелерге әлеуметтік жүйелеріне саламыз. Бұны өзі құзырлы органдар әйтеуір бәріне қарайды деп ойлаймыз. Бұл бейнетаспаны прокуратураға өзі көре отыра өзі шешім қабылдайды деп ойлаймыз. Бұл ішкі істер органының заңсыз іс әрекеттері бойынша. Алмасқа да үстіңізден арыз шағым неңіз бар ғой, негізі осы жергілікті участковойға. Бұл айтқанда, бұлай орысша айтқанда недоволенсіз да, бұл айтқанда оның іс әрекетіне біздің көшеге деген қызметіне наразысыз. Наразымын. Ол маған айтты, әпше деді, сағат 6-дан кейін мен оларды сізге әкелем. Мен звондадым сағат 7-8-дерге. Ол айтты, олар мені тыңдамай отыр. Мен қолымнан келген істеп отырмын, олар мені тыңдамай отыр, келмей отыр деді. Сонымен бүгінгі күнге де мен олардың қарасын көрген жоқпын. Жалпы сізді алдайтып жүреді ғой сізді постоянно. Сізді мына үйден шыға алмағаныңыз пайдаланып, жүре алмағаныңыз пайдаланып, соған байланысты сіздің осындай дәрежеңізді пайдаланып, іс жерге барамайды, ешкіммен хабарласамайды деп қолдан ешнәрсе келмейді деген мақсатта олар сізді дәрежеңіз төмен деңгейде түсіріп жүр ғой, бұл айтқанда. Болды, Асия әпше, неақса сізге өзім келіп, сізден келіп хабар алып тұрам өзім. Алдағы уақытта бұл бейнетаспаның бәрін тиісті мекемелерге, тиісті органдарға жібереміз. И оларға заң аясында жаза қолдануына мен нақты сізге уәде беремін, алдағы уақытта сонымен күресемін. Сізге осындай зәбір шеккен үшін бәрі заң аясында сот алдында бәрін жауап беру міндетті ол кісілер. Жақсы, сау болыңыз. Мен баламның телефонын алып берсін. Мен баламның ұрғанына да не ғана төлесін. Я так хочу, что наказать их вот так. Если моральный ущерб, и меня вот они обидели, и меня вот, что я получила лечение, тот момент уже стресс, у меня все ушло, нервный стресс, сахар поднялся, опять сердце мое стало трястись, как не знаю, я назначение получала, и сейчас я после них я страшно болею, мне плохо. Болды, Асия әпше, денсаулығыңыз мықты бол, әйтеуір сізге де әйтеуір бір жақсы күндер бола берсін. Алдағы уақытта олар да жазасын алады деп ойлаймыз. Бұны бас прокуратурасы бар, ОСБ-сі бар, басқасы бар, МВД-сі бар, бәрі қарап, алдағы уақытта бұл бейнетаспаны қадағалайды деп ойлаймыз. Жақсы, рахмет сізге де.